Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін сіздермен жасалу жолы оңай әрі дәмді печенье жасайтын боламыз. Міндетті түрде видео рецепті соңына дейін қарап, каналдың дамуына ат салысып, лайк басып, комментарий қалдырып, каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Ең алдымен бөлме температурасындағы сары майымызды ыдысымызға салып, шекерімізді салып, шанышқының көмегімен екеуін біріктіріп, шекерімізді ерітетін боламыз. Одан соң бір жұмыртқамызды салып, жақсылап араластырамыз. Барлығын араластырып болған соң ұнымызды дайындайтын боламыз. Илектегі ұнымызға бір ас қасық қопсытқышымызды салып, араластырып, жұмыртқалы массамызға илектегі ұнымызды аз-аздан сала отырып, орташа тығыздықтағы қамыр илейтін боламыз. Қамырымыз дайын, осындай болып шығады. Және де қамырымызды дем алдырмай, бірден жая береміз. Жайылған қамырымыздан кез келген форманың көмегімен печеньенің қалпын жасайтын боламыз. Артылған қамырларымыздың барлығын біріктіріп, жайып, одан да печенье жасайтын боламыз. Қалған печеньеларымызды қызып тұрған пеште 180 градуста 15 минут пісіріп аламыз. Печеньеларымыз дайын, өте дәмді шығады. Жасалу жолы оңай, міндетті түрде жасап көріңіздер. Өздеріңіздің қалауларыңызға қарай әсемдесеңіздер болады. Бұл міндетті емес. Видео рецепт сіздерге ұнаған болса, лайк басып, комментарий қалдырып, каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Сіздермен бірге болған Дина, назарларыңызға рахмет.